Елбасының жаңа жолдауында әдеттегідей әлеуметтік салаға басымдық берілді. Нұрлы жер бағдарламасын енгізу арқылы халықты баспанамен қамту, зейнетақы мөлшерін өсіру, кәсіптік білім беру, дәрі-дәрмек бағасының тұрақтандыру тапсырылды. Жолдау мазмұнымен танысқан ақтөбеліктер біздің телеарна арқылы мамандарға көкейлеріндегі сұрақтарын қойды. Ал тілшілеріміз әр сұрақтың жауабын ұйымдастырып беруге тырысты. Елбасы жолдауда 1 шілдеден бастап 2 миллион зейнеткер үшін зейнетақы 2016 жылғы деңгейден 20%-ға дейін артатынын атап өтті. Бұдан бөлек базалық зейнетақы тағайындау 2018 жылғы 1 шілдеден бастап жаңа әдістеме бойынша жүзеге асырылмақ. Оның көлемі зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне байланысты белгіленеді делінген жолдауда. Демек, әлеуметтік сала биліктің басты назарында бола бермек. Білім беру, денсаулық сақтау, халықты әлеуметтік қорғау және баспанамен қамтамасыз ету сияқты маңызды салалар қашанда басты назарда қала бермек. Елбасы жолдауда қысқартылатын жұмысшыларды қайта даярлау, оларды әрі қарай жұмыспен қамту үшін бірлесіп инвестиция салу жайын қарастыру қажет деп тапсырды. Және үкімет пен әкімдер қызметінің тиімділігі жаңадан ашылған жұмыс орындарының санымен бағаланады. Осыдан туындайтын тұрғындардың сұрағына мамандар жауап берді. Мен сізге сұрағым бар. Ал қазіргі мысалға дипломы бар адамдар, олардан да еңбек өтілі жайында сұрайды. Ал дипломы жоқ адамдар қалай жұмысқа тұруға болады? Қазіргі уақытта Ақтөбе облысында 41 кәсіптік-техникалық білім беретін ұйымдар бар. Осы техникалық ұйымдардың базасында қазіргі уақытта қанша мамандықтар бойынша, қай колледждардың базасында осы жұмысшы мамандықтар беріледі, тегін түрде сол анықталуда. Бұл жөнінде арнайы тиісті құзыретті орындар, комиссиялар жұмыс жасайтын болады. Мен педколледж оқимын, гуманитарлық колледжде. Бірінші курс студентімін. Оқуымды бітіргенде жұмыс табыла ма сол білгім келгені. Жастарымызға жастар практикасын өтіп, енді мемлекет тарапына өте көп қолдау көрсетіліп жатыр. Қазіргі жұмыс іздеушілер болса, үйінен шықпай-ақ интернет арқылы, ғаламтор арқылы министрліктің сайтына кіріп, бос жұмыс орындарын қарап, сондай мүмкіндіктер туындап жатыр. Денсаулық сақтау жүйесі де өзгермек. Биылғы 1 шілдеден мемлекеттің жұмыс берушілердің, азаматтардың ортақ жауапкершілігіне негізделген міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізіле бастайды. Сондай-ақ жолдау заңнамалық тұрғыдан барлық дәрі-дәрмектің бағасын реттеуді енгізу қажеттігін міндеттеді. Айта кетсек, ақтөбеліктердің дәрі-дәрмек бағасына қатысты назы да жоқ емес. 10 флакон дәрі алдым, 17 мың төледім, бір витамины бар ішінде. Ол мен жұмыс істегесін мүмкіндігім бар. Бұны пенсионерлер мен малы имущиялар ала алмайды, сөзін шындығы керек. Ең қиыны кішкентай бала мен үлкен кісілерге шынымен ол нанын табама, дәрі алама. Алдағы уақытта елбасы дәрінің бағаларын реттейміз деп жатыр. Реттелсін, реттелгенге тек қана қуанамын. Елбасының Қазақстан халқына жолдауының ішіндегі маңызды бір бөліктерінің бірі дәрі-дәрмектің, барлық дәрі-дәрмектің Қазақстанның өңіріндегі бағасын тұрақтандыру. Халыққа берілетін барлық дәрілік заттардың тұрақтандырылуы нормативтік құқықтық актілерге сай өткізіледі деген ойдамын. Биыл нұрлы жер тұрғын үй бағдарламасы іске асырыла бастайды. Яғни алдағы 15 жылда 1,5 миллион отбасы баспанамен қамтылмақ. Әкімдіктерге халықтың әлеуметтік әлсіз топтары үшін сатып алу құқығынсыз арендалық тұрғын үй бөлу ісін дамыту тапсырылды. Жаппай тұрғын үй құрылысы үшін өңірлерде әкімдер тиісті жер телімдерін бөледі. Жаңа жолдаудың осы талаптарымен танысқан жұртшылықты баспанамен жер телімін алу жеңілдігі қызықтырады. Неге біз жерге тұра қоймаймыз? Бізге неге ол жерді бере қоймайды? Біз қалай положено неге солай сол ақшаны төлеп, сол бала сол жерге неге жерден үй салмайды жайлап? Мен бүгін елбасы жолдауын көріп едім. Сол жерде тұрғын үй туралы жөнінде айтылған екен. Сол тұрғын үй жайында үй ала аламын ба болашақта деген сұрақ туындайды маған. Нұрлы жер бағдарламасы жүзеге асырылмақ. Бұл негізде біздің Ақтөбе қаласы біз бірінші болып бастама жасағандықтан бізде пилоттық бағдарлама жүзеге асырылатын болады. Соған сәйкес қазір Нұрақтөбе мөлтек ауданында 1-ші және 8-ші кварталдарында құжаттарын дайындау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жерде негізінен нұрлы жердің бағдарламасын білесіз, бізде кезекте тұрған тұрғындардың, жер кезегін алып тұрғындардың біріншіден кезегін жою, онан қоса баспанамен қамтамасыз ету.
Жаһандық бәсекеге қабілетті болу үшін білім саласын дамыту бірінші кезекте тұрары хақ. Бұған елбасы жолдауда ерекше тоқталды. Ол үкіметке үш тілді оқуға кезең-кезеңімен көшу мәселесі бойынша ұсыныстар әзірлеуді тапсырды. Елбасы қазақ тілінің басымдығы сақталады, оның әрі қарай дамуына зор көңіл бөлінеді. Сонымен қатар бүгінде ағылшын тілі жаңа технология, жаңа индустрия, жаңа экономика тілі. Ағылшын тілін меңгермей Қазақстан жалпыұлттық прогреске жете алмайды деп атап көрсетті. 2019 жылдан бастап 10-11 сыныптарда кейбір пәндер ағылшын тілінде оқытыла бастайды. Тұрғындар бұған кадрлық әлеуетіміз жеткілікті ме деп алаңдап отыр. Мысалға мен немерем Мәдинаны ағылшын тіліне дайын болу үшін 19 жылғы мына не бойынша ол қандай маған нелер керек? Не істеуім керек? Тағы бірдеңе өтуіміз керек па, әлде бірдеңе жалдауымыз керек па? Мен білмеймін, балам да білмейді, кім үйретеді оны? Ол үйрету үшін мұғалім жалдауым керек, оған менің шамам келмейді. Әрине бірінші кезекте педагог мамандар дайын болуы қажет. Сондықтан біздің еліміз бойынша мемлекеттік бюджет тарапынан тиісті қомақты қаражат бөлініп, осы мамандарды дайындау 2016 жылдың соңынан бастап жүзеге асырылуда. Бүгінгі күні Ақтөбе облысы бойынша 40 мұғалім дайындалды. Ол жаңа 4 пән бойынша физика, информатика, химия, биология пәндерінің мұғалімдері. Сонымен бірге осы 2017 жылы тағы да 170 маманды дайындау жоспарланып отыр. Айгүл Байменова, Манжол Айтмағамбетов, Қазақстан.